Ресей ішінде азаматтық соғыс болып құлдырау мүмкін бе дейді Мақпал. Өте жақсы сұрақ. Ресейдің ішкі жағында қазір мынандай бір құбылыстар болып жатыр. Біріншісі, Ресейде соғысқа қарсы наразылық, соғыста бала-шағасы өлген, аға-бауыры өлген орыстар жағынан қатты жүріп жатыр. Қазір Ресейдің үлкен қалаларында оқтын соғысқа қарсы бірнеше адамдық, жалғыз адамдық пикеттер өтіп жатыр. Әлеуметтік желіде халық соғысқа наразы болды. Ресейдің халқы соғыстан шаршап жатыр. Бірақ басым көп сандысы емес, аз. Соның артынан лап беріп ілесетін халық жоқ. Неге? Ресейдің халқы да әбден тобырланып кеткен, фильтрден өткен. Ресейдің халқы да жаңағы қырылып жатқанына қарамай бас көтере алмай отыр. Бұл бір. Екіншісі, Ресейдің ішкі жағында қазір нәсілшілдік қозып бара жатыр. Ол нәсілшілдіктің неше түрлі қитұрқы факторлары бар. Неше түрлі қитұрқы факторлар. Соның біреусі кезінде Путин жағынан құрылған, мысал, скинхед дейтін, мысал, әсіре орысшыл, әсіре оңбаған нәсілшіл топтар болды. Ол қырғыздарды, қазақтарды, тәжіктерді, өзбектерді өлтірді. Мысал, Москвада қазақ тілінде телефонда сөйлесіп бара жатқан студент қызды ұрып өлтірді. 40 шақты қырғызды, бірдеңе жүз тәжікті, мысалы Ресейде 2001, 2002, 2005-терде сол бүкіл ақпаратта сол болатын. Скинхед дейтін бәле тақырбастар. Ол тақырбастардың артында Ресей ұлттық қауіпсіздігі тұрды. Олар жаңа тәжікті, қырғызды, қазақты, өзбекті өлтіріп тастаса, олар ертесі-ақ жаңа психикалық ауытқуы бар дейді, бір ай психбольницада жатады да босап шыға салады. Енді қазір Ресейде осындай сұмдық жаңағы әсіре ұлтшылдық бағыттағы ұйымдар құрылып жатыр. Әсіре ұлттық бағыттағы. Русская община дейтін ұйымдар құрылып жатыр. Бұлар Ресейде енді соғысқа қарсы дағыстандықтар, шешендер, башқұрттар, жаңағы яқут сақалар көтеріліп кетеме деп, әсіре орыс ұлтшылдығын сол халықтың ішінде оятып, бәрін қолдарында қарулары бар, бірақ артында Путин тұрғандығы белгілі. Міне русская община деп әлеуметтік желіде күшейіп, өзі сол басқа орыс еместердің жастарын ұрып соғатын, содан себеп болып олар түрмеге отыратын, түрмеге отырғаннан ары қарай орыспен мысал бір башқұрт соғысады, орыспен бір қазақ соғысады, русская общинаның тентектері кеп ұрып сабап тастайды, сосын ол керісінше таяқ жеген қазақ, не таяқ жеген башқұрт кінәлі болады, сосын ары қарай түрмеге отырады, түрмеге отырғасын соғысқа кетеді. Қазір Ресейдің ішкі жағында осындай бір былықтар күшейіп келе жатыр. Ары қарай бұның барлығы айланып келгенде Ресейдің ішкі жағында халықтың бір ішінде бір ыза кек тұрғандығының да белгісі. Халық ашуын шығару керек. Қысымды қазан, жоғары қысымды қазан, пар қазан дейді ғой. Сол жоғары қысымды қазанның бір буын шығаратын тетік керек. Қоғам әділетсіздікке, зұлымдыққа толы болған кезде халық ашуын шығаратын жол іздейді. Мейлі ол әділетті болсын, әділетсіз болсын. Ызалы халық, саяси сауатсыз халық өзінің ашу ызасын шығаратын жолдарды іздейді. Жаңа русская община кезіндегі Путин құрған скинхедтер сол жоқшылық, кедейлік, теңсіздік, әділетсіздік, оқу бітірсе жұмыс таппайды, оқиын десе ақша жоқ. Ал оқу бітіргеннен кейін де жұмыссыздық, қоғамға барса теңсіздік, жаңағы аптеп сәбеттен қалған дүниені басып қалған олигархтар және олардың айналасы ғана байыған осы зұлымдықтарды Путин мақсатты түрде халықтың ішіндегі қайшылықты бір жаққа бағыттау үшін скинхед дейтін тақырбастар партиясын құрып, сол бүкіл Ресейдің жауы Путин емес, бүкіл Ресейдің байлығын жаңағы басып қалған Путин емес, оның айналасы емес, сендердің жауың мына қаңғып келген қазақ, қырғыз, өзбек, татар, тәжік деп айдап салып, қоғамдық наразылықты басқаға бұрды.